Барлықтарыңызға сәлем. Дәмді тайын каналына қош келдіңіз. Бүгінгі кезекті видеода тағы да өте керемет, жасау жолы өте оңай әрі керекті заттары қолжетімді рецептпен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың рецепті сіздің ең сүйікті рецептіңізге айналары сөзсіз. Сонымен ең алдымен бізге керекті заттар 2 жұмыртқа, 200 грамм шекер. Осы екеуін жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Енді көпірген массамыздың үстіне 280 грамм айран, 190 грамм сұйық майды қойып, тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Енді құрғақ массаламызды саламыз. Ол үшін 140 грамм ұн, 15 грамм қосқыш, 1 шай қасық сода салып, жақсылап тағы да миксерлеуді жалғастырамыз. Бізде сұйықтау масса шығады. Массамыз дайын болғаннан кейін табамызға құйып алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Міне қыздар, осымен біздің рецептіміз бойынша жасалған пирог пісіп шықты. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте ерекше, өте жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер видео ұнаған болса, каналыма жазылып, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қолдап жіберулеріңізді сұраймын. Қазақ тілі контентінің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар.